Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шоколадты шарлотканы жасалу жолын көрсететін боламын. Өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін толық қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып салып, үстіне құм шекерді қосып, жақсылап массасы көтерілгенге шейін миксерлейміз. Одан кейін електің үстіне немесе бөлек бір ыдысқа ұн, какао, қамыр қопсытқышты араластырып алып, електен өткізетін боламыз. Бұны бөліп қосамыз және де миксерді пайдаланбаймыз. Тек қана силиконды күрекшенің көмегімен жоғарыдан төменге осылай араластырамыз. Осылай силиконды күрекшемен араластырсаңыз, массамыз басылып қалмайды және де құрғақ ингредиенттерді осылай бөліп қосу керек. Сол кезде массамыз жақсы көтеріледі. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне шоколад және қабығы ашылып тазартылған алманы осылай қосатын боламыз. Шоколадты қосу міндетті емес және де алманы көбірек қоссаңыз өте дәмді болады. Формамызға массаны толықтай құйып, бетін тегістейміз. Одан кейін алманы осылай орналастырып қойып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарап, толық піскенше пеште ұстаймыз. Толықтай суығаннан кейін осылай жан-жағын пышақпен кесіп формадан ажыратамыз. Одан кейін бетіне шоколад ағызсаңыз болады, немесе қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыз да болады. Суығаннан соң бірден дастарханға ұсына беруге болады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.